Ассаламағалейкум, қадірменді қолға боксинг YouTube каналының көрермендері. Біз әдеттегідей Бразилиядағы өтіп жатқан World Boxingтің әлем кубогына шолу жасап жатырмыз. Осы YouTube каналда барлық жекпе-жектер бар. Көріңіздер, комментарий жазыңыздар. Барынша белсенді болыңыздар, себебі дәл осы чемпионатта осындай вело қолғабын ойнатып жатырмыз. Енді осы чемпионаттағы жаңалықтарға келейік. Ең бірінші күні шаршаланға тек бір ғана қазақстандық боксшы шыққан. Ол біздің өте талантты боксшымыз, Азия чемпионы Нұрсұлтан Алтынбек өзінің қарсыласын еш қиындықсыз оңай жеңіп шықты. Нұрсұлтанның сол ең алғашқы жекпе-жегінің толық нұсқасын да осы YouTube каналдан көре аласыздар. Екінші жарыс күнде, яғни кеше түнде 5 қазақстандық боксшы шаршалаңда өнер көрсеткен. Оның бірі қыз Анита Адишева өкінішке орай польшалық қарсыласына есе жіберді. Есе 5-0. Одан кейін нағыз қызық басталды десең, қызық емес енді, өкінішке орай үкілеген үміттеріміз біздің 50 келі салмақта өнер көрсететін, енді Қазақстан біріншілігінде жаңалық болып келген Нұрзат Оңғаров өкінішке орай Өзбекстанның талантты боксшысы, менің досым Асылбек Жалиловке қарсы жұдырықтасты, есе жіберді, жеңілді. Енді Асылбек досымыз болса да, біз бәрібір Нұрзатқа тақымымызды қысып отырдық, жанкүйер болдық. Енді келесі турнирлерде сәттілік тілейміз, әлде алар, биігі алда деп ойлаймын. Одан кейін тағы да екі өкінішке орай болды. Қарағандының талантты боксшысы Талғат Сырымбетов пен Алматының үкілеген үміті Алмат Абдуали менің любимчигім. Олар екеуі де өкінішке орай жеңіліс тапты. Енді осы жолы Алмат чемпион болады деген үлкен үмітпен сеніп едік, дегенмен өкінішке орай. Одан кейін плюс 90 келі салмақта, енді бөлек деймін оған, бөлексің бауырым деймін. Даниял Сапарбай өзінің үнділік қарсыласынан жеңісті жұлып алды ғой кәдімгідей. Енді бірінші раундта 5-0 есебімен жеңіліп атқанмен, Даниял жиналып, нағыз мінез көрсетіп, осы шаршалаңда кімнің қожайын екенін тағы да бір мәрте дәлелдеді. Осылайша екінші жарыс күніміз қап әттеген аймен аяқталды, бірақ сіздер мұңаймаңыздар, себебі дәл осы каналда дәл осы қолға ойнатылып жатыр. Барынша белсенді болыңыздар, комментарий жазып, каналға тіркеліп қойыңыздар. Енді үшінші жарыс күнінде әлем кубогының шаршы алаңына 55 келі салмақтағы Нұрсұлтан Алтынбек франциялық Билал Беналиге қарсы жұдырықтасса, 70 келі салмақтағы Дархан Дүйсебай да франциялық боксшыға қарсы жұдырықтасатын болады. Ал кешкі сессияда 51 келі салмақтағы өнер көрсететін Жазира Орақбаева бразилиялыққа қарсы өнер көрсетсе, 80 келі салмақтағы Диас Молжігітов польшалық боксшымен бақ сынасады. Достар, соншалықты көп боксшымыз бірден шығып кетті деп мұңаймаңыздар, қалған боксшыларға жанкүйер болыңыздар, тілеулес болыңыздар, тақымдарыңызды қысып отырыңыздар, ең бастысы жеңісті күндерде бірге жолығайық.